Сәлем достар, сіздермен бірге Алиха Про. Енді мен бүгін Майнкрафттағы 20 құпияны көрсетемін. Енді бұл екінші бөлімі. Онда кеттік достар. Достар, осы видеода бірінші құпия. Бұл құпияда енді мынандай достар. Онда сізде любой зат тастасаңыз, қараңыздар. Бізде мына жерден бір, мысалы, палка алайық. Біз мына жерге тастаймыз, оны қараңыздар. Ол өз-өзіне жоғалып кетеді. Неге десеңдер, өткен оның астында осындайлар тұр, қараңыздар. Осыны қайтадан алып алса болады. Мен қайда тастадым сонда? Мына жерде ме? Қазір көрейік. Бұл жерде емес. Мына жерде емес. Мына жерде де емес. Міне, достар, что-то ол жоғалып кетті. Білмеймін, достар. Ол қайда кетіп қалған? Мүмкін ол де мына жерге кетіп қалған шығар. Давайте көрейік. Міне, достар, что-то осындай ол жоғалып кетті. Міне. Бірақ осындай күшті зат. Енді мен тастадым. Давайте көрейік. О, міне, палка міне екен ғой. Ал мына жерде тағы да мен ағашым болу керек. Ал жарайды, достар. Міне, осындай бір күшті қызық механизм. Онда сізде любой затты лақтырсаңыз, мына оны сорып алады. Ал жарайды, достар. Онда келесі құпияға көшейік. Достар, бұл енді өте күшті құпия. Мысалы, осындай сурет, кәдімгі. Міне, осылай сізден бір заттарыңызды тығып қоя аласыз. Біз ол үшін оны жасау үшін бұлай табличкалар қоямыз да. Сосын өзіңіз білесіз қандай сурет қоясыз. Сосын осылай бағалы заттарды тығып қойса болады. Ал жарайды, достар. Бұны адамдардың жартысы білетін сияқты. Ал жарайды, онда келесі. Онда сізде де Майнкрафтта ішіңіз пышса, осылай жасаса болады. Қараңыздар. Осылай сурет салса болады, достар. Міне, мысалы бізден, давайте, мынаны өшірейік. Осылай өшіріп қойса болады осы суретті. Міне, өшірдім. Енді давайте А деп жазайық. Міне, қараңыздар. Осылай, міне, енді бізде А деп жазылып тұр. Осындай бір күшті сурет салатын сіздер де жасап көріңіздер. Пысқанда сонымен сурет саласыздар. Онда келесі құпияға көшейік. Или размерді үлкейтсе болады оны. Келесі құпияға достар, онымен еще. Міне, достар, осындай бір кішкентай тредалисті осындай блокқа қойса болады. Сіз білесіз бе? Оны бұлай өсірсе болады. Достар, бұлай. Енді оны біз өсіре береміз осылай. Қараңыздар. Бұлтқа дейін. Мынаны да сөйтсе болады. Міне, осылай тредалистерді өсірсе болады. Қараңыздар. Мынау ұзын, мынау орташа, мынау кішкентай. Міне, осылай мен жасадым. Ал жарайды, осындай бір күшті құпия. Онда келесі құпияға көшейік. Бұл құпияны енді аз адам біледі. Сізден осылай қазып, мына бедрокқа дейін, сосын біз светті қойсақ, сосын біз бұлай қарасақ, бізге енді түн қылу керек. Онда біз енді түн қылсақ, қазір көресіздер, достар, не болатынын. Мысалы, біз полночь бұлай енді күтеміз. Міне, достар, ауыл жанбайды. Міне, осындай бір құпия. Нормальная высота старения в блоках 0 деп. Ал жарайды, достар, міне, осылай ол шығады. Міне, осындай бір керемет құпия. Оны аз адам біледі, мына жерден жанады. Ол бедроктың астынан вообще жанбайды. Қараңыздар. Как будто кәдімгі блок сияқты. Ал онда келесі құпияға көшейік. Осындай келесі құпия. Бұл енді 16-шы құпия. Бұл құпияда енді өте күшті. Бұны енді аз адам біледі. Міне, бізден осылай судың астына динамитті қоямыз да осылай істейміз. Сосын біз тоқтаңыздар. Давайте динамитті басқа жерге қояйық, әйтпесе ол бәрін жарып жібереді. Давайте ол деген мына жерде тұрсын. Кішкене алысырақ. Енді бізден оны бұлай жарамыз да, ол жарылмайды, достар, судың астына қараңыздар. Ештеңе бұзамайды. Сол үшін бізге бұлай істеу керек. Бізден осылай құмды қоямыз, енді күттіңіздер. Міне, ол кәдімгідей жарылып кетеді, достар. Осындай бір керемет құпия Майнкрафттың. Осындай аз адам білетін құпия. Онда
келесі құпияға көшетін уақыт келді. Енді бұны кішкене адамдар білетін сияқты, кейбірлері. Ал жарайды достар, міне енді осындай өсімдік, ол енді любой блокта өсе береді. Ол мынау, ол өсімдік. Ол енді ол потолокта өседі. Қайда ол? Міне осы споросвет деген бір осындай блок. Блок деппін ғой, өсімдік ол. Любой блокта өсе беретін. Жарайды. Бұны адамдардың жартысы біледі, бұл құпияны. Онда келесі құпияға көшейік. Міне достар, енді бұны өте аз адам біледі. Мысалы, бізде любой блок или затты аламыз да, сосын оны бұлай өзгертеміз. Қараңыздар. Мұнаның атын мен қазір ККК деп қоям, 3К. Қазір қараңыздар. Ағылшыншада бірақ. Міне осылай. Сосын оны алғанда, оның аты какой-то бір точкалар болады, қараңыздар, X-тар. Ал мына комнетиосты, мысал бір РРР дегенмен қойсақ, ол кәдімгідей болады. Тек ККК-мен ғана істейді ол. Ал ол кәдімгідей РРР дейді. Міне достар, осындай бір қызық құпия. 3К болса, онда ол дейін қараңыздар. Точка какой-то. 3 точкаға айналып кетеді. Давайте мен дұрыстап көрсетейін соны. Біз давайте енді оны табличкаға жазып көрейік. Мен бұлай жазам. ККК. Кішкентай әріппен жазу керек. ККК. Міне. Сосын точка или X па бірвали болып көрсетіледі. Міне. Ал мына ККК деген вообще көрінбейді. Ал жарайды. Оны келесі құпияға. Бұл енді өте аз адам білетін құпия. Бұл құпияда енді мынандай. Қараңыздар. Онда сізден осылай картаны жасасаңыз, осындай бір жанатын блоктармен. Сосын қараңыз. Ол блок көрінбейді. Достар, ол блок жоқ вообще-то. Ал мына жерде ол бар. Қараңыздар. Ал картада ол вообще көрінбейді. Мысалы, мен тағы да солдай блокты қояйын. Қайда қояйын? Давайте басқаша карта жасайық біз деген. Мынандай ма, мынандай? Осындай. Біз енді мынандай блокты аламыз, қараңыздар. Сіздер көру үшін нормально. Біз енді осы бұлай жасаймыз. Давайте осылай. Любой жасай берейік осылай. Сосын көрейік не болады. Күтеміз. Ол просто жоқ, қараңыздар. Мен соны үстінде жүрсем, ол картада көрінбейді. Достар, осындай бір аз адам білетін құпия. Сіздерде осылай бірдеңе жасасаңыз болады. Ал жарайды, онда келесі құпияға көшейік, достар. Міне достар, бұл құпия енді осындай соңғы құпия. Бұл құпияда енді 20-шы құпия. Енді бұл құпияда біз 100 жүрек жасай аламыз. Ал ол үшін бізге бұлай жасау керек. Давайте бізден ең бірінші желание жасап алайық. Game mode 0 деп. Game mode 0. Біз қазір желаниедамыз. Енді давайте жазайық біз бұлай. Жоқ, бізге эффект деп жазу керек. Собачка P. Сосын біз health boost. Сосын біз 100 деп жазамыз. Сосын қараңыздар, бізде 100 жүрек. Достар, бірақ өкінішке орай олар осылай ақырындап толады, қараңыздар. Міне осындай бір. Ол үшін жүректерін бәрін толтыру үшін бізге регенерация керек. Давайте мен жазайын. Эффект собачка P регенерацион деп. Осылай. 100 дейміз оны да. 100 бізде қатып жатыр. Міне достар, 100. Енді соны жазамыз да. Міне бізде резко осылай көтеріліп жатыр. Қараңыздар. Бүкіл жүректер осылай жасалып жатыр. Сіздер осылай видео түсіріп, или бір сериал ма Майнкрафтта, мысалы, осылай жүректеріңізді көбейтсе болады. Қараңыздар, қанша жүрек бізде. Қара. Міне осындай бір бүгінгі күшті видео болды. Лайк басыңыздар, каналыма жазылыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Онда сау болыңыздар, достар.